Жаңақалада әскери сала ардагері Оқас Сапаровтың жүлдесіне арналған жасөспірімдер арасында еркін күрестен облыстық ашық турнир өткізілді. Тода отандық спортшылармен қатар Ресей мемлекетінің апайтөс палуандарының басын қосты. Оқас Сапаров жаңа Қазан ауылының тумасы. Өмірінің біраз жылын әскери салаға сарп еткен жан. Ол елінің тыныштығы мен тұтастығын күзетуде аянбай тер төкті. Қатардағы сарбаздан бастап қорғаныс министрінің орынбасары лауазымына дейін көтерілді. Еңбек еленіп, бірінші және екінші дәрежелі даңқ орденін кеудесіне тақты. Турнирде арда азаматтың бүгінде 90-ның торқасынан шығып отырған әкесі сөз сөйлеп, қонақтарға қош келдің айтты. Ал мәжіліс депутаты Шавқат Өтемісов мұндай шаралардың елін сүйер ұрпақ тәрбиелеуде маңызы зор екенін атап өтті. Үлкен тәрбие мәні жатыр. Оқас Базарғұлыдай елін сүйетін болса, ел үшін аянбай қызмет ететін болса, әрине бұл палуандардан болашақта еліміздің, Қазақстанның мықты патриоттар өседі. Спорттық сайыста 20 команда, барлығы 300 спортшы бағы мен бабын сынады. Олар 16 салмақ дәрежесі бойынша боз кілемде белдесті. Бұл кісінің еңбегі зор, соны біздер бәріміз сыйлап көріп, мұнда інілері бар, ағайын тума бар, халық жұрт болып осындай үлкен турнир өткізіп жатыр. Еркін күресті осындай үлкен деңгейге көтеріп жатыр осы азамат жігіттер. Ресей Федерация, Чечня, Чувашия, сондай республикалар қатысып жатыр. Және де біздің осы Қазақстанның ішінде Түркістан, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, және де өзіміздің облысымыздың палуандар күресіп жатыр. Турнир енді өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Турнир 2 күнге созылды. Әр салмақ санатында жеңімпаздар белгілі болды. Жеңіске жігерлік көрсеткен 60-тан астам жас палуанға жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен дайындалған сыйлықтар табыс етілді. 5 спортшыға Көкшетау қаласындағы сауықтыру орталығына жолдама берілді. Назерке Тоғжан, Ержан Тойлыбай, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.